14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум ағайын. Дәрігерлер мен ғалымдар адамдардың суицидке баруының бір себебі ретінде серотонин деген гормонның азайып кетуін көрсетіпті. Ал керісінше ағзада бұл гормон көбейгенде адам өзін аса қуатты сезініп, әдеттен тыс шаттанып кетеді. Бұның да қауіпті жағы бар екен. Егер серотонин тасып кетсе, адам орынсыз тәуекел жасап, өзіне деген сенімділікте шектен шығады. Сөйтіп лақ еткен толқын сезімдер адамның ақылын тұмшалап, өз қарекетіне баға бере алмайтын жағдайға душар қылады. Бұндай мінез әсіресе құмар ойынға берілген адамның бойынан көрініс табады. Демек, серотонин молайса, адам жағдайды тура бағамдай алмайды. Ал азайып кетсе, депрессияға ұшырап, тіпті өз-өзіне қол салуы мүмкін екен. Бұл менің емес, дәрігер ғалымдардың ұйғарымы. Ал бүгін біз құмар ойынға берілудің зардаптарын сөз етеміз. Яғни мұндай адамдарда серотонин әуелі көп болады, кейін оқыс азайып кетеді. Мына ойын жақсы ойын екен. Ақша ұтады екенсің. Не ойын ол? Мынау интернетте жүр ғой жарнамасы. Здорово. Как у вас дела? Надеюсь, что все отлично. Вот у меня, как всегда, все прекрасно. Вот за вчера приподнял полтишок. Как всегда напоминаю, чтобы начать жить по-человечески, достаточно просто пройти по ссылочке под этим видео. Осыларды өтірік қой дейін. Не деген батпан көрік десеңші? Жоға неге өтірік? Не видеосын түсіріп салып тұр ғой. Қалың халықты алдамайтын шығар? Білмеймін. Сен не ақша ұттың ба? Жоқ, әзірге ұтылып жатырмын. Ұтылып? Сенікі жай ма? Байсың ба не? Таста ананы болды. Ойнама. Қазір ұтамай қорықпашы. Жұмысы жоқтық, қарны тоқтық, аздырар адам баласын. Ертедегі осы сөздің актуалдығы қазіргі уақытта асқындап тұрған рас. Бұл айтылған жұмысы жоқтық, қарны тоқтыққа енді интернет көптік қосылғанда талай кісінің шаруасы күрделеніп, бір шама шаңырақтың шат-шәлекейі шығып жатыр. Тыныш жүрген адам неге кенеттен құмар ойындардың торына түседі? Бірнеше себеп бар. Ерігу, уақыт өлтірейік дейтін сылтау, артық ақша таба қоям деген дәме. Сөйтіп көп жан мына біздің кейіпкер секілді құмар ойындар жүйесі құрған тордың шетіне өзі келіп ілігеді. Әрине, адам алғашында бұған басымен кетемін деп ойламайды, шетінен бастайды. Өзін алданбайтын, тым ақылды адам санайды. Міне, құмар ойын деген осы. Мейлі ол мобильді ойындар ма, мейлі арнайы казинолар ма, әйтеуір адамның есін алып, жүгенсіз ашуға булықтырып, әуреге салады. Себебі мұндағы мәселе ақша, дүние және дүниені алатайдай бүлдірген нәпсі. Мен казинода ойнап көргем. Ол жерде сағат болмайды. Сондықтан уақыттың қанша болғанын білмей қаласың. Кішкене ұтыласың ғой, сосын ойланасың. Қазір сол ұтылғандардың бәрін қайтарып аламын деп. Басында олар ұтқызады. Кейін бәрін сығып алады. Өте жаман. Казиноларға адамдар арнайы барады ғой. Ал мына телефон ішіндегі ойындар әр үйге өздері кіріп тұр. Адамның құмар ойынға беріле бастауының белгілері мыналар. Ол компьютерден, смартфоннан бас алмайды. Және оның бұл әуесіне бөгет болған адамға арс етіп ашуланады. Сағаттар бойы ойын алдында тапжылмай отыра береді. Уақытпен санасу қабілеті әлсірейді. Оның әңгімесі тек осы құмар ойындар жайлы болады. Тамақ, су ішуден қалады. Түнімен ұйықтамайды, жұмыс жайына қалады. Гигиеналық тазалықты да ұмытады. Не ойнап отырсың, Дархан? Түнімен ұйықтаған жоқсың ғой? Жай бір ойын. Балаларды бір мезгіл қыдыртып қайтшы. Тасташындағы компьютеріңді. Жанна, бөгет жасамашы. Не болды саған? Жанна, шықшы бар бөлмеден.
түрлі азарт ойындарға жауапкершілік дейтін түсінікті сезіне қоймайтын адамдар барады. Олар мұңсыз келеді. Біздің кейіпкер орта тұрмысты адам. Демек, құмар ойындарда түрлі деңгейде, түрлі сатылар бойынша жұмыс жасайды. Байлар баратын казино мен орта тап өкілдер ойнайтын шағын автоматтар, мобильді ойындардың бәрінің мақсаты бір: сіздің ақшаңызды, дүние мүлкіңізді алып қою. Яғни кез келген құмар ойын орталықтарының саясаты бойынша ұтыс мөлшері тек 2%, ал қалған 98% адам тек ұтылады. Сенің есің ауысып қалған ба? Не деп тұрсың? Жарайды, енді ұтылсам өз ақшам ғой. Сенің ақшаң? Есің дұрыс па сенің? Бір ай бойы балалар не жейді сонда? Балалар жарайды, енді ақша шу шығармай. Бақанда 200 000 теңге ғой, сені ұтылып қалдым деп тұрсың ба енді? Қойшы деме саған болды. Ақымақ. Кім ақымақ, байқап сөйле. Алғашында ол көрем деп бастаған, содан кейін әлгі ұтылған 200 000 теңгені қайтарам деп ақталды. Бірақ одан кейін қаншама ақша жоғалып кетті ғой үйден. Білмеймін, не істерімді білмеймін. Өзін өзі ер алмай жүр. Тіпті жасырын клубтарға барып ойнайтынды шығарды. Не болды, Тархан? Ақша бітті ме не? Мен келесі есікте отырам. Келесі есікте? Иә, нотариуспыз ғой. Мен саған ақыл айтайын деп келдім. Сен былай істе. Ана салған ақшаларының бәрін қайтарып ал. Қалай? Қалай дегенде бәрі басында ұтылады, сосын ұтады. Бұл ақылыңды айтпай ақ та білем. Ары қарай. Қолың суымай тұрған кезде оларды қайтарып ал, ойна. Ақша жоқ қой менде. Ақша жоқ емес, машинаң бар ғой. Так, Даке, міне ақшаңыз. Сосын мына жерге қол қойып жіберсеңіз болады. Печаты бар ма? Әрине бар. Бізде бәрі заңды, қорықпаңыз. Зато ана қойған ақшалардың бәрін шығарып аласыз. Қазір елдің бәрі сөйтіп істейді. О, дұрыс болды. Бірақ 3 күн. 3 күннің ішінде ақшаны қайтармасаңыз, машина біздікі болады. Қалай 3 күн, бір апта бермедің бе? Жоқ, договорда сөйтіп жазылған ғой. Сөз жақсы. Бұл ойдан шығарылған дүние емес. Қазір көптеген казино ойын автоматтарының қасында алаяқ топтар отырады. Мұндай топтар құмар ойынның құрсауына түскен ақылы кіресілі шығасыл жандардың жолын торуылдайды. Кезінде қарақшылар біреудің мал мүлкін, көлік қосынын тартып алса, бүгінгі казиноның қасында тұратын бұндай адамдар тіпті түрлі нотариустардың көмегімен мына біздің кейіпкер секілді ұрынған жандардың дүниесін заңды түрде алып қояды.
Адам үлкен сомада ақша тұлған соң санасы тұманданып, енді қолда бар соңғы дүниесіне дейін әлгілердің атына өз еркімен заңды түрде аударып береді. Аға, мына жерге қол қоя салыңыз. Шек, бұл енді үй ғой. Планшетін түсірсейші кішкене. Аға, менің қолымда тұрған еш нәрсе жоқ. Қазір мына 5 миллионды аласыз, сол 5 миллионды 2 есе қылып көтеріп алып, мына залогта тұрған үйіңізді қайтарып аласыз. Ойындамасыңызшы? Ұтамын ба? Точно ұтамын ба? Ұтпағанда әрине ұтасыз. Сіз дұрыстап ойланып ойнасаңыз, ұтасыз. Сіз ойлайсыз ба, мына ойын автоматтары адамнан да ақылды деп? Сіз мына жерге қол қойыңыз. Үйіңіз залогта тұра берсін, ештеңе етпейді. Адамның өмірін тігіп жатқан жоқсыз ғой. Саспаңыз. Жарайды онда. Көп адам қақпанға осылай түседі. Көлік, смартфон былай тұрсын, үйін кепілге қойып, қарыз алып, казино ойнап жатқандар баршылық. Сосын олар әлбетте ұтылады. Автомат темір шығар, бірақ ол сізден өткен ақымақ емес. Себебі оны ақылды адамдар ойлап тауып, арнайы жебір күйге енгізіп қойған. Ол өзі жемесе, өзгеге ешқашан желінбейді. Мына секілді үйін нотариалды түрде кепілге қойғандар қайтадан үйін алады деп ойласаңыз қателесесіз. Ілуде біреуі мүмкін қайтарар. Алайда көпшілігі істің ақыры өтей алмайтын қарыз, басы бүтін борышкерлікке тірелгенде есін бірақ жияды. Бірақ ол кезде бәрі кеш болуы мүмкін. Сен не істеп жатырсың? Осы үйдегі бүкіл дүниені анау құмар ойынға салайын дедің бе енді? Кетіңдерші, қайдағыны айтпай. Көлік қайда? 2 күн болды ғой жоқ. Көлік СТО-да айттым ғой мен саған СТО отыр деп. СТО-да? Қай жері сынып қалды? Қайтесің, қай жерсің, не шаруаң бар? Кетіңдерші бұларды. Қайтадан отырдың ба компьютерға? Түнімен ойнадың ғой. Жұмыстан шықтың ба, о жағын да білмейсің. Офисқа бармағалы қанша күн болды? Жұмысқа барам ғой, сосын жанына шықшы бар. Дархан, сен балаларға қандай үлгі көрсетесің? Кешке дейін ойын ойнайсың. Одан қалса қалған ақшаны бар автоматқа саласың, ұтыласың. Қойсайшы енді, тиылсайшы. Өзіңді қолға алатын уақыт болды ғой. Жанына шықшы бар аншаққа. Құмар ойынға берілген адамның сыйқы осы. Жартылай адам, жарымжан өмір. Ер адам үйге табыс әкеледі, қорған болады, үлгі көрсетеді. Демек, сонысымен айбарлы, сонысымен үлгілі. Ал ол осы аталған әрекеттерде махрұм қалғанда табыс табу былай тұрсын. Үйдегіні түзге ұрлап сатып, зиянкестік қылғанда өзге түгілі өз әйел бала-шағасының алдында абыройдан жұрдай болады екен. Бірақ оған намыстанатын еркек болса еді. Демек, құмар ойынның экономикалық шығынынан бөлек, моральдық, психологиялық зардабы да кісі белін қайыстырардай ауыр болады екен. Дархан, сен бізді өлтіретін шығарсың. Бүкіл елге қарыз болдық. Көлік кетті, үй залогта тұр. Бітті енді, не қалды бізде? Сен бізді анау казиноға сатпай тұрғанда кетейік. Дархан, мен сенімен ажырасам. Екі баламды алып кетем. Осымен бәрі бітті. Адам мұндай тығырықтан өліп құтылмайды, жеңіп құтылады. Кеткен дүние кетті, енді тек алға қарау керек. Жігітсің бе, жігіттігіңді құмар ойынға тойтарыс берумен, өзіңнің нәпсіңді жеңумен дәлелде. Құмарлық әр адамның бойында бар. Тек ақылдылар оны тізгіндей алады. Дер кезінде дұрыс жолға сала біледі.
Мына ойынды жарнамалайтындарды айтам, бір ұялмайды бар ғой. Не деген бетсіз адамдар? Иә, қанша адамдардың обалына қалып жатыр десеңші. Я, соған сенетін адамдар да бар екен ғой. Рас сондай адамдар бар болғаннан кейін өйстіп құтырады ғой олар. Жалпы интернеттен таратылатын кез келген ақша шақыратын ойынға сенуге болмайды. Көп алаяқты осылардың. Рас. Тегінен тегін дүние қайда? Әр нәрсенің өз тұрауы бар. Дұрыс айтасың, еңбекпен тапқан мал татырайды. Құмар ойындарда наркоманияның алқаштықтың бір түрі. Тек көп адам бұған саналы түрде бет бұрады. Және айналасы да одан аса қауіп көрмейді. Ойнаса ештеңе етпес, жігіт қой деген секілді жаңсақ түсінік бар. Әлгі бала кезде темекі шегуде жігіттіктің үлгісі сияқты көрінетін қате пайым бар еді ғой. Мына құмар ойындарға да қоғам тарапынан солай бағаланып жатыр. Ал әлемдік статистикаға сүйенсек, құмар ойынға душар болғандардың 23% қаржылық дағдарысқа ұшырағандар болса, 35% ажырасқан адамдар екен. Демек олар бос уақыттарын қайда жұмсарын білмегендіктен осы құмар ойынның құрдымына түсіп кететін көрінеді. Бұл аталғандардан бөлек қарым-қатынастары тығырыққа тірелген отбасылық адамдардың 80% да казино жағалап кетеді екен. Олар өз бойларынан қандай да бір сенімділік, тұрақтылық табу үшін азарт ойындардан ләззат іздейдіміз. Не десе де, ақылы бар адам маңына жуымайтын бір жер болса, ол осы құмар ойындардың әлемі. Ендеше өзіңіз және отбасыңызды түрлі мобильді қосымшаларда құмар ойындар мен алдамшы бәсекелерден сақтандыра жүріңіз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.